Үйленбеген жігіттердің ойы тыныш болмайды. Көшеге шығып, кезіп жүреді. Өзің қашан үйленесің дейді. Бүгін үйленім керек, ұйықта қаппын ғой, әкеңнің аузы. Үйленбесің ба? Жоқ, әлі. Үйленбедің ақ. Негізі 30-дан асқан жігіттердің мазасын алатын бір сұрақ бар. Қашан үйленесің деген. WhatsAppқа кірсең де, Instaға кірсең де, TikTokқа кірсең де үйлену туралы өтпейтін приколдары шаршатты. Анандай әңгіме бар ғой, басында 2 орай болса, 2 әйел алады деген. Вот менің басымда 2 орай бар. Соған қарағанда 2 әйел алады сияқтымын. Біреуін алып ажырасып, екіншісін алуға желание жоқ. Алсам, екеуін бірдей алам. Жеткен? Яқтырс. Маған бір нан, бір рожки, сосын бір келі қант берсеңізші. Не ағып тұрсың? Көрмей тұрсың ба? Магазинге баруға дайындалып жатырмын. Қиял. Жүр, қиялдамай. Шай ішеміз. Кет қалмаңыз, қарындас. Шай ішем, келем. Кто там? Мен ғой Адик. Адик, айта бер, не болды? Әу, айта бергенде ашпайсың ба? Кірмейміз ба? Ойбу, мен семен телефонмен сөйлесіп тұр екенмін деп ойлаппын ғой. Кедергі жасап жатқан жоқпын бе? Кедергі жасағанда ше, сол енді бастайын деп жатқанбыз. Онда бір 2 минут күте тұрайын. Ой, енді бастаймыз дегенде тамақты айтып тұрмын мен дей. Енді ашсай крикті. Адикке айтшы, нан аласасын. Адик бича, магазинге кіріп, бір нан мен бір кола аласашы. Айдана, басқа ештен керек емес пе? Порошок аласасын. Сосын бір порошок. Онда список жаз жерсе, фери, бәр, базарға барып қайтайын. Албасыламай атпеш, есік ашық тұрады. Жұмсағы шосылар. Достан, Ау. кешкі тамақты бар ғой, рестораннан ба, бір жерден шекші. Ата күнде үйдің тамағы жалығып кеттім ше. Ой, жаным. Любой ресторан тамағы, сенің тамағың қасында отдыхает қой. Ой, қош, өмір өсіп өтірік айта саласың ше. Ой, рас айтам. Сосын бар ғой, ресторан демекші. Бір тойға барып шашып тұр, билеп қайту керек еді. Ертең Адик үйленсе барамыз ғой, Құдай қаласа. Ой, бой, сен Адигің үйленем дегенше ше. Қай заман? Үйленбейді ол биыл. Неге? 24-те 7 сенің қасында жүреді ғой. Қаяқтан үйленсін ол? Осы сен екеуің бар ғой, ә? Андай сияқтысыңдар. Қандай? Андай шынайы достар болады ғой, андай. Жабысып қалғанша бір-біріне. Сөйтіп айтсай? Жарамайсыңдар ғой ше. Енді досым ғой, мектеп бала кезден бірге өспей отқан. Хош, менен көп жүресің ғой соның қасында. Жүргенде енді баяғыда бала кезден бұққан, балалықпен, жауаппен дос болып қойыптық. Дас, қалайсыңдар? Адик кел. Төрлет. Мынау магазинде наннан басқа дым қалмапты ғой. Қай магазинге барым? Мына жерде пекарный деген жақсы магазин бар екен. Тамақ дайын болып қалды, тура тамақтың үстіне келдің ғой. Ана жоқ енең жақсы көреді екен сені ше. Ол үлкен әпкелердің бәрі мені жақсы көреді ғой. Бір жастауын тауып үйленіп алу керек еді да, Жұрттың үйіне нан таси бергенше, өзім үйіме тасиын дейсің ғой. Өзі бір ұнатып жүрген қызың бар ма, Хатап? Әділет сыртынан босын қалап жүрген. Айтпақшы бар. Өткенде зор қызбен таныстым ғой. Болды ғой. Ана қыз оқуды бітірген, жұмысы бар. Әдемі ғой. Еще екеуміз бір-бірімізге зор келеміз. Бойы ұзын, әп-әдем.
Болды, алып қашамыз. Просто ана қыздың бір носы бар да. Онда жо, болмайды. Білесің ғой, біздің ауылда ноға қатты қарайды ғой. Сен нені айтып жатсың? Мен ана қыздың гороскопын айтып жатырмын. Водолей екен. Мен де соны айтып жатырмын ғой, білесің ғой, біздің ауыл жеңшелердің қақпас жеңшелер ше. Ана гороскопына тіміскіленіп, водолей екен біліп қойса, тем более ертең өсекке қаласың. Әйтеуір караокеге барып жүрмеңдерші. Өткендегі менің подругаларым сияқты болмасын. Қайсысы? Жида білмей қалып өтірім. Айданан подругасымын де. Енді анау Дастан мен Айдана келгенше бір виски, вино көрмедік па? Жоқ, ішпеймін. Қой, хотя пиво да ішпейсің ба? Жоқ, ішпеймін. Қой, мен сенімен қалай әңгіме айтамын мен? Ішпедік па бір кішкене әңгіме айтып, әңгімеміз жарасып. Сонда сізге ішетін қыздар ұнай ма не? Енді ішкен кезде бір әңгімеміз жарасып, бір қыз бар дос болатын, ішсе жылдам мас болатын деп қоясың ғой жаңағы. Шекті, ол қыздар маған бірден ұнамаған. Саған өзі қандай қыздар ұнайды, Адик? Маған инабатты, ибалы, ақылды, сұлу қыздар ұнайды ғой. Сен онда вообще үйленбейсің. Жайша ма? Өйткені ондай қыздардың ең соңғысы мен едім ғой, Адик. Мен де тұрмысқа шығып кеттім. Ойбой. Мен сендерге айтып жүрмін ғой постоянно ше. 2 әйел аламын деп ше. Мен түбі сол 2 әйел алатын сияқтымын. Неменеге? Мен басымда 2 орай бар ғой, білесің ба? 2 орай барлар 2 әйел алады. Қойш! Иә? Айдана мен басым көрші. Ойбой, сен басыңда біреу, мәңгілікке. Сосын бар ғой, Адик. Саған анай бірінші әйелің никогда екіншісін әпермейді. Не үшін? Жоқ, қазір мінса дәкең айтып көрсінші маған. Екіншісін алсам бола ма деген сияқты айтып көрсінші. Не деп жауап беретін ең? Тфуй, мә дейтін едің. Жаңағы ибалы, инабатты қыз қайда кетті? Көрдің ба, Адик? Живой пример. Любой әйелге барып сен тоқалы алам деп айтып көрші. Тура осындай жауап естисің. Қойш, Айдана, сен өмір үйістіп айта бересің. Көп қой, екінші әйелге қарсы емес қыздар көп. Олар тиіп алғанша. Ой, мен қызғанбаймын, тоқал алсаң ала бер. Ой, сізге өзім ақ таңдап беремін ғой тоқалды. Ой, дорогой, если ты меня обеспечишь, сделаешь все, что я захочу, можешь взять хоть 4 и 5 жен. Айтпақшы, Адик, екі қатын демекші, біздің әулеттің еркектері бар ғой. Дәреже қатын жаман көп алған ғой. Қойш? Мысалға менің әкемнің өзінде 4 қатын болған. Иә. Оның әкесінде 5 қатын болған, үлкен бір атамызда 8-9 қатын болған. Мен ағаларым өзше қос қатыннан ғой. Мен қос бір қатыннан айналыстап шығамай қалдым ғой. Соған қарағанда мені асырап алған ау. Айтпақшы, Дастан, сен ана атаңның құтты көйлегі бар ғой, соны әділетке берсейші, жұғысы болсын ырымдап. Неменеге? Ол мен атамдан қалған жалғыз мұра, жалғыз мирас, атамның көзін көрген көйлек. Дастан, ондай көйлек болса берсейші ба, аяғын бер айтпайсың ба? Соны айтам, досыңнан қызғанасың ба, қайда киіп барасың, оны берсей? Жоқ дедім ба, жоқ. Дастан, боди. Дасик, мына Алматыда ше, мистер спа деген зор боди бар, кеттік саша. Боди деген не ол? Сен боди деген не екен білмейсің ба? Боди деген көріс, сен жатасың, арқанда май жағатта тар жалаңашты сырғанайды қойды. Ой, кәйт нәрсе, кеттік. Тар жалаңаш ба? Қоя жүріңіз ма, дегенде үйленген ғой. Енді ояқтанса үйленгендері барады, мен сияқты ойдақтар бармайды ояққа. Жүрсің кет. Айданаға бәрін айтып бересің бе? Чынма, боди туралы айтуға болмайды ол. Это же мужская солидарность. Адик, мен сен білем ғой, сен ертең масқарам шығар. Именно боди туралы айтпаймын дос. Точно айтпайсың, Точно, мәні. Бодиға қарай. тар жалаңаш ба? Сен көрінерсің ғой, Айданаға точно айтып бермейсің ба? Айтпаймын. Сен бе сен аспаннан 10 пышақ түсіп, мен басыма қадап қалсын. Айтпаймын. Смотри. Жүр. Жалғыз досымсың ғой. Ниет еткен екесің. Берсең, берейін досым. Берсе арымда. Сенен аяғанды. Итчесің. Қайда? Бар әкке бар көйлек. Міне, атаңның көйлегі. Апайдар, башы. Міне, Адик, мынау менің атамнан қалған жалғыз мұра. Жалғыз мирасынан аялап әлпештеп ұста. Жіберсеш, немене өзің киетін адам құсап, жібермей отырсың. Бата бер тұрайық. Тамақ ішіп кетпедің ба? Ой, мына көйлекке тойып тұр мен.
аяқта екі әйелім күтіп жатқан шығар уже. Давай. Ал, амин. Құдай берсін, кең қылмасын. Дастарханға береке берсін. Амин. Ішкен жегеніміз дәметкен әруақтарға тиіп. Осы адик досым биылдан қалмай бір емес екі қатынасын. Амин. Тұра тұр. Не болды? Ойбай, екі қатының не сенің? Мен өзім емес қой, досыма қой. Білемін ондай хадисті. Досыңа не етесең өзіңе екеселеп келеді деген. Давай, өз әумин десін. Ой, Амин, бопты. Давай, тұрам. Давай. Давай, Айдана, дас. Давай. Алла. Екі әйел алып нәсіп етші. Күнге лайк басатсың? Енді лайк басқанда кәмшет жолды бай бәпшен ғой енді. Неге оған басып сен лайк? Мен енді бұған өзін емес қой енді, мен өнерім бағалап басып атырмын да. Білем ғой сен қандай өнер бағалайтыныңды. Баспа. Ой, қойшы болмайтын жерде бәл іздемей. Мана ода жарп етіп шыға берді ол. Мынау үстіңіз? Екеуің бірде әкемейтін сияқты ма? Так. Кеше не болды өз? Қыздар, тұрыңдар. Мамалар келсе ұят болады, тұрыңдар, Тұрыңдар. Тұрыңдар, үйдегілер келсе ұят болады, қыздар. Отағасы. Кішкене жата тұрайықшы. Отағасы? Отағасы несе, қыздар, кімсіңдер? Жан, не болды? Кеше кеш жаттық қой. Кімсіңдер дейм? Кімінес? Мен бәйбіше айым, анау тоқалым әсем. Ну, серьезно ма не? Ма. Мынау қашан суретке түсіп жүрміз? Қыз тоқта. Ма. Мен паролімді қақтан біліп алғансыңдар? Алло, мама, қалайсыз? Жақсы, балам, өзің қалайсың? Жақсы? Келіндерім қалай? Қойш, мам, сіз де көндіріп қойды ма не? Ой, мен өтірік айтпашы, мама, сенбеймін. Давай. Мынау үстіңіз. Адик, жынданғансың ба? Аза менеге бәле іздеп тұрсың? Мамаңа да сенбей, бізге де сенбей. Бұл, так, мен кеше не істедім? Так, кеше Дастан үйіне бардым, көйлекті. Все, түсіндім. Бұл пранк. Дастанның маған ұйымдастырған пранк, Жан, қайдағы пранк? Не айтып тұрсың? Не бүгін бір түрлі болып тұрсың? Пранк қой мынау. Дастан қаяқтан тауып алған сендерді? Суретті де күшті қол қойыпсыңдар. Мейлі, соңғы сұрақ. Ал, үйленген болсақ, сен бәйбішем болсаң, сен тоқалым болсаң, бала шағамыз кән. Төреғали? Қайдағы Төреғали? Әділет, сен ба? Сен кімсің? Танымай қалдың ба құдай қосқан көрішіңді? Әлде, ана екі қатын миыңды ашып жіберген ба сенің? Мынау да екі қатын деп жатыр ғой. Мост құтты болсын. Рахмет. Тас, енді бір серьезный әңгіме көшейік. Кеше сен үйіне бардым, көйлекті алдым, үйге барып жаттым. Көке, кешесінес. Сен айналайын, 5-6 жыл бұрынғы әңгімені айтып отырсың ғой сен? 5-6 жыл бұрын? Бірақ бар ғой. Ана менің атамның көйлегі ше. Действительно қасиетті көйлегі екен. Сен қалай алып кеттің? Екі қатын алдың ғой. Ой, қалай болды сонда? Сен кәдімгідей есіңде жоқ па? Жоқ. Онда тыңда. Былай болды ғой, сен бәйбішені алдың. Бәріміз қуандық.
ырза болдық, тойыңа бардық, тойың керемет өтті. Ал 6 жыл бұрын үйленсем, мен бала шағам болу керек шығар? Вот, сен арғарап тыңдасай, адам сөзін бөлмесей. Сен ана бәйбішені алғаннан кейін, сен бәйбішең перзент көтермеді ғой. Сөйтіп емделдіңдер, анда бардыңдар, мұнда бардыңдар. Ошым, ажа көп жерін білмеймін, бірақ біраз жерге бардыңдар. Болмады ошым. Сөйт, тоқал алуға тура келді ғой. Тоқал алғанда қасымда болмадыңдар ма не сонда? Вот, сен енді бөле бермей, арғарап тыңдашы сен, Әділет. Сен тоқал алғаннан кейін біздің ана қатындарымыз шок болды ғой. Әділетті құрсын, Әділеттен араласпаңдар. Ультиматум қойды ғой. Мә, іш. Ана Әділет дегенмен енді ешқашан араласпайсың, түсіндің ба? Вообще, Инстаграм, Фейсбук деген бәрінен боққа тастап таста. Көрмейтін болайын оны Әділет дегеніңді. Араласпайсың, вообще! Сонда мен бәйбішем тоқал алуға вообще қарсы болмады ма? Болды, еще қалай болды. Бәйбішең былай өтсе де тоқалды қысты, былай өтсе де ұшымен күн бермеді ғой. Бірақ тоқалың молодец екен. Үйтті, бүйтті, өтірік күлді, жеңіп шықты ғой соңында. Жан, шай ішіңіз. Отаға сазында кофе ішеді. Жаным, туған күнмен. Туған күнімен. Бірақ мен 23-ке толдым ғой. Ойбу. Рахмет. Онда арманым орындалған екен ғой. 2 әйел алам дедім ба? Алдым, дұрыс па? Менен артық бақытты адам бар ма? Все, тас, мен кеттім. Мені үйде бір емес, 2 әйел күтіп тұр, досым. Давай. Арманы жоқ, 2 әйелі бар. Мал. Тас, мен саған шынымды айтайын. 2 әйел алған кайф екен. Екеуінің арасында бір-біріне деген конкуренция бар. Тамақ істесе бірінен бірі асырып тәтті қылып істейді. Екеуінің маған деген махаббаты, қызғанышы 1 секунд тоқтамайды ғой. Ренжіп қалу, өкпелеп қалу деген нәрсе жоқ. Бақытсың ғой сен. Адик, сенде арман жоқ қой.
Мен ғой сол тәуелсіздігімнен бірден айырылып қалған ше. Сол митингке шығып тәуелсіздігім үшін бір көтеріліс жасап жіберсем ба деп қоям, қалай болады екен? Бүгін азанда ұйқыдан тұрсам, ана бәйбішем бар ғой. Сол маған ренжіп, тырысып жүрген сияқты. Ол енді әйелдер өз айына бір рет тырысатын күндері бар емес пе? Ол үшін емес, ол күн емес қой қазір. Басқаша бір маған деген бір обидасы бар сияқты да. Онда бірдей көңіл бөлмейтін шығарсың? Жоқ, екеуіне бірдей көңіл бөліп жүрмін ғой. Анау көңіл бөлу уақыттарың сәйкес келе ме? Енді түсіндім. Не үшін ренжіп жүрген? Не үшін ренжіп жүрген? Оны екі қатын алғанда түсінесің ғой, інім. Ойбай, екі ақынанам құсап тұрсыңдар ғой. Отағасы, неге жалғыз жатсың? Соны айтам. Бір емес, екі әйелің бар. Біреуісінің қасына жатсаң болады ғой. Қош, сендер ұйқы бермейсіңдер. Біреуін қорылдайсыңдар, біреуін сөйлейсіңдер, біреуін тістеріңді қайрайсыңдар. Кім ол тісін қайрап жүрген? Енді бізді бәрі жақсы көре бермейді ғой. Тіс қайрап жүргендер көп қой бізге. Сөзден сатпайсың, е? Ой, ұсталсан, сотта алып кетейін деп тұрсың ғой. Қалай, Дастан туған күніне дайынсыңдар ма? Иә. Тұрайық онда. Дастан, көмектесші маған, көріп жатсың ғой, үлгеремей айтқан. Мен ерігіп отырмын ба мен? Көріп отырсың ғой мені? Ата құттықтап жатыр, соларға жауап жазып жатырмын. Көріп жатырмын, тиктокта отырсың ғой. Ана, әділетіңде екі бірдей әйел бар. Біреу көмекке жіберсе болады ғой, апар шанан салға. Жарайды. Үлгеремей жатсаң мен онда анау... Үлгерем. Қарашпен сұрасу. Солай болсын. Мен далада күтеме. Аяқ киімін сүртпегенсіңдер ма не? Әсемге айтып едім ғой. Мен де дайындалам деп ұмытып кетіппін, кешіріңіздерші. Не істейміз де осы аяқ киім сүртетін үшіншісін ала саламыз ба? Сен үлкен сыйлап жол беру деген жоқ па? Автобуспен бара жатқан жоқпыз ғой, үлкен сыйлайтындай. Қойшы, артына отырғың келмейді мен. Мен отырам, тұр былай. Мен отырам. Ей! Немене белек, кішкентай балалар құсап алдына таласып отырсыңдар? Барарда сен отыр, қайтарда сен отыр. Неменеге ұрысып отырсыңдар? Мен отырам, дедім ғой. Бұл үйде еркек мен ғой.
мен шешем кім қақы отыратын, түсіндер ма? Арты шынымен неудобный екен, е? Ал, құрметті отбасылық достар, бүгінгі менің туылған күніме қош келдіңіздер. Мынау дастарханға қойылған дәмнен алып, ішіп, жеп отырыңыздар. Мына печеныйдан, кстати, мына печеныйды өзім пісіргенмін. Көріңіз, өзім деп қой. Мен деп мына Айдана екеуміз сендер келеді деп бүгін кешке дейін дайындалдық ба? Ой, дастарханды өлтіріпсіңдер, е. Кәдімгідей келе салып қойып қалдық қой. Аңдар, ұялмаңдар. Қойсай, жаңадан келін түсіп отыр. Ұялмайсың ба? Микош, жалғызсамай отырш. Қазір жастардың бәрі осындай шегеді ғой. Сен заманнан қалып кеткесің қойшы. Нема, ананың вкусы қандай? Барбарис, дюшайса қаладық. Сәл крепкилау жоқ, ә? Сонымен ата болмай қалды. Біздің де семья өркениеттен қалыспай келе жатырмыз. Айып еттіңіздер. Алып жеп отыр, жеп отырсың ба? Келгені кеше ғана ұялса болады ғой, ә? Ана маралда да ұят жоқ ше. Орамалмен кальяншек. Халатпен басын орамал тастамай жүргеніне қарап, біздің енеміз мақтап отырады ше осыны. Ана марал сияқты болмайсыңдар ма? Қазақтың келіні ұқсап әдемі болып жүрмейсіңдер ма деп. Кальяншегі отырған суретке түсіріп жіберсеңіз, енеңізге арабтың келін екен оказывается деп. Ал енді, құрметті достар, ауызашарға емес туған күнге келіп жатырмыз. Дасекеннің туған күні, тілек айтып, жақсы сөз айтып отырайық. Енді бірінші болып бастайтын, Микош, бір жолың үлкен, бір жақ туысқансың, бір ауыз Дәкене тілек айтшы. Рұқсат болса, е? Бауырым, айтам. Айта берейін, е? Айта берейін. Бауырым, дас. Туған күнің құтты болсын. Қазақта жақсы сөз бар ғой. Айтады ғой. Анау айтады, мынау айтады дей бермей, өзің сөзіңмен айта берші. Туған күнің құтты болсын. Денің сау болсын. Ұрпағыңмен көп жаса. Жасыңа жас. Басыңа... Береке тіледім. Туған күнің құтты болсын. Сол үшін. Алып қойық. Давай, алып қойық. Айтпақшы, біздің Микош ішпейді. Қойып кеткен. Кеше анализ тапсырға алды сөйтіп. Болмайды деді ғой, үйдегі врач, поликлиникадағы врач. Рас сен шет шығарсың. Енді өзімнің туған күнінде бір үшеміз ғой, конечно, еще. Сенен кейін. Туған күнмене. Мынау енді арасын суытпайық. Адик, енді сен біздің семья үшін орның ерекше досымсың, бауырымсың. Бір өлшіңнен де бір жылы лебіз болса деп жатырмыз енді. Рахмет. Дас, туған күн құтты болсын. Бұл Дастан деген бала кезден араласатын досым. Өтте көңілді, позитивный жігіт. Аузын ашса жүрегі көрінеді. Аузында көп аша берме, жүрекке суық тиіп қалады. Бұл Дастанның бір қасиеті өмірде қартаймайды ғой. Бұл қазір мына туған күн бітеді ғой. Холодильникке барып жатады, азанда холодильниктен шығып, жұмысқа бара береді да. Дас, туған күн құтты болсын. Осы Айдана екеуің бақытты ғұмыр кешіңдер. Кішкентайларың, айтпақшы кішкентайларың қайда? Анау нағашылардың үйінде қыдырып. Қонақтар келеді, мазаламасын деп отырсың ғой. Сол кішкентайлардың артынан ере берсін. Үбірлі шүбірлі болыңдар, жүзге жетіңдер. Енді саған мен ғана айтатын тілек бар, ал мен деп қой. Не деймін? Мен сияқты екі әйел алып, жадырап жайнап жүре бер. Сол үшін.
Дас кел. Ал. Дас, алыңыз бачарсыз? Қыздар, ішіп өтсін ама? Давай кел, дас. Давай. Давай. Күшті туған күн болды, Иә, бірақ маған дымдаған жоқ. Анау Марал мен Айдана қабақтарын тырысып отырды ғой тегі. Олар не үшін тырысып отқан білесің ба? Иә, не үшін? Өйткені олардың арасында бір-біріне деген конкуренция жоқ. Әйелдер не үшін әдемі болып жүресіңдер білесіңдер ма? Не үшін әдемі болып жүреді екенбіз? Әйелдер еш уақытта өзі үшін, байы үшін әдемі болмайды. Әйелдер подругасынан сәл әдемі болып көріну үшін әдемі болады да. Сендер не үшін тамақты жақсы пісіріп, үйді таза жинайтындарын білесіңдер ма? Жоқ. Өйткені сендердің араларында конкуренция бар. Сол үшін. Ойбой, Жюри мырза, жүріңіз енді жатыңыз. Жасайын, төсек дайын ба? Дастан, Ау, сен осы жаңа бар ғой, әділет екі әйел ал деген кезде. Ау мен дедің ба? қашан? Жаңа дастархан басында. Жоқ, жаным, мен ана көзіме бір нәрсе түсіп кетті да, сол қышып кеткеннен кейін бүйтіп қасыған шығармын бүйтіп. Сен байқап жүрші ана екі көзіңді, иә? Ой, қойшан, ашуланбаш болмайтын нәрсеге. Маған сенен басқа ешкім керек емес, құрсын. Өзім саған көмектесем, ыдыс аяқ жуысам, үй жинасам. Содан кейін жаным, маған ше мысалға әділет ұстап маған екінші проблема керек емес. Менің өзімде де проблема бар, жетеді маған. Қандай проблема? Кредит айтып тұрмын мен. Соны тез құтылып тастау керек еді. Сөйту керек еді. Біз тарихта тез өтіп жатайықшы болдық. Алло. Неменеге жазып хабарласа бересің? Мен саған айттым, өзім звондаймын деп. Иә, енді кездесеміз ғой, қазір шығамын. Давай. Қайда бара жатсыз? Анау, Дастан хабарласқан ғой, сонымен жолығу керек болып отыр. Осы ше, біздің Адиктің басында неше орай бар? Енді екеумізді алған қарағанда екі орай бар шығар. Сол екеу емес, үшеу сияқты. Неге? Жай шама? Бағана Адик телефонмен сөйлесіп жатқан. Естіп қалдым. Кім дегенем, Дастан деді да кетіп қалды. Енді Дастанмен сөйлескен шығар, күніге сөйлеседі ғой. Вот именно мен білем ғой Дастанмен қалай сөйлесетінін. Ол бірімдай сәл басқашалау сөйлесті да, как будто қызбен сөйлесіп жатқан сияқты болды ма, бір сондай. Вот он бағана. Жетпей жүр, екі әйелі бар. Не ғой? Звондасаңызшы. Кімге? Дастанға? Дастаны несі? Дастан аға дейсеш, жап-жас болып. Ұялмайсың? Звондасаңызшы енді. Ұялмайды екенсің. Алло? Сәлем дәке, қалайсыз? Иә, өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Адикке телефон берші. Кімге? Адикке. Саған кетіп еді ғой, мен звондасам алмай жатыр. Адикке ма? Иә, Адик осында жаңа келген. Жаңа су алам деп магазинге түсіп кетті ау деймін. Телефоны машинада қалып кеткен шығар. Келген соң звондасыншы. Жақсы айтам. Елки-палкидің баласы ай. Нағым айтып қоймайды. Туй, не үшін саған кетті деп айтасыз?
Білесіз ғой, еркектер бір-бірін сатпайды ғой. Қайдан білейін? Бәлкім шынымен де Дастанға кеткен шығар, а? Сен шығарсың қателескен. Алло. Адик сен ауышсың ба, қуасың ба? Бір ауыз айтып қоймайсың ба? Ана қатындарың іздеп жатыр ғой сен. Ұсталып қала жаздадық қой. Мен қазір сен жұмыс жағына барам, кет қалмай, ама? Күтші мен, давай. Онда кімге? Айданаға звондап көріңізші. Дастаннан бәрін сұрап біліп алады да. Сен тоқал, адамдар бір-біріне шақыстырып, өзін сүттен ақ судан тап-таза отырмақшысың ба? Жоқ, енді сіздің жасыңыз үлкен деп, сіздің алдыңызды кеспейін деп сыйлап жатырмын да. Енді білесіз қой, сізді бәрі жақсы көреді, мен ешкім жақтырмайды. Нем бар әйтпесе? Жарайды. Онда Айданаға звондап таппай жатырмын дейін, е? Алло, Айдана, привет, қалайсың? Күйеуің үйде ма? Сол жай Адикті іздеп сенен сұрап жатқанымыз ғой. Білмеймін, бірге жүрген шығар. Екеуің әйтеуір басы болса әңгімесі таусылмайды ғой. Жоқ, не деген қанағатсыз адамсың, сен не деп едің? 2 әйел алсам болды, қоям деп едің ғой. Қойсай болды ғой. Дастан, ана қызды көрсен бар ғой, әйелің бар екенін ұмытып кетесің. Тәп-тәтті қыз. Ана мынау жігітке қарамайды. Мен саған таң қаламын. Қалай сындырып аласың, Енді ол тактика ғой, досым, тактика. Короче, үйге продукт аламын деп магазинге бардым. Магазинге барсам, әдемі, зындай соска бір қызды көрдім. Ана қызды көрген кезде 2 әйелім бар екенін ұмытып, баяғы подкатыммен жақындаймын ғой, короче. Кешіріңіз, қарындас, сағатты айтып жібересіз ба? 20-шы ғасырдың подкатымен 21-ші ғасырда не істеп жүрсіз? Просто сізді таңғалдырайын деген да бірден. Мені таңғалдыру оңайға түспейтін сізге. Сізді таңғалдырсам не істейсіз? Давай 1 сағаттан кейін осының сыртында жолығайық. Мен сізді таңғалдырамын. Хорошо. Кет қалмайсыз ба? Да. Все, күтіңіз. Ай, досым ай, бабник десе бабниксің ғой, 2 әйелің бар. Еще әп-әдемі қызың бар. Көремайым сені, көремайым. Дастан, менің әйелдерім явно Айданаға звондап қойды. Қазір екеуміз үйге барған кезде бізден сұрайды, қайда болдыңдар, не істедіңдер деп. Сол кезде екеуміздің жауабымыз бірдей шығу керек. Қойшы, болды, бауырым керек емесе. Осындай косяктарға мені араластырмашы, мен паспын. Дастан, досыммын ғой, көмектессейші. Жоқ дедім ба, жоқ, білесің ғой бізді қатын мінезіне. Дастан, боди. Не дейміз сонда? В общем, бетеміз. Қайда жүрсің? Қайда жүргенде Дастанмен әңгіме айттық. Не істедіңіздер? Не істегенде сол әңгімелесіп отырдық. Не әңгіме айттыңдар сендер? Анау жаңа машина көргем. Мықты екен, жылы, жаңа, состояние жақсы, не битый, не крашеный. Бамперлері дәвше, жылы, жап-жаңа. Состояниясы добана машинаның. Білмеймен, сол машинаны да алат шығам. Тамақ ішесің ба? Жоқ, тойып келеді. Тамақ ішесің ба? Қарным ашып өліп тұр мен. Жүр.
Не істеп тұрсыңдар? Жай үй жинайын деп жатырмыз, иә? Иә. Мен кетіп баратырмын, кеш келем. Күтпей ақ қойыңдар. Не істейміз? Дастанды табу керек. Енді сен бізге емес, біздің семьяға, өзінің досына көмектесейін деп жатсың. Иә, соны айтам. Отбасының тағдыры сіздің қолыңызда ғой да, ке. Ой, қалай түсінбейсіңдер? Ол менің досым емес пе? Мен досыма қалай қиянат жасаймын? Оның үстіне мына өздерінің семьяларының проблемаң өздерің шешіп алыңдар. Мені араластырмаңдар. Мынау қандай еркек, а? Досын сатпайтын, әйелін сөзінен шықпайтын. Сондай адал, иә, әйелін сыйлайды. Мен бар ғой, Адикке үнемі мақтап отырам ғой біздің Дастан ағаны. Ана біздің Адик көре алмайды сізді, вообще көре алмайды. Иә, үнемі жамандап жүреді ғой сізді. Анау Дастан деген бір әйеліне сөзі өтпейді, бір әйелге сөзі өтпейтін еркек емес деп айтты ғой, білесіз ба? Ой, ертең біздің Адик үшіншісін алады ғой, сізді одан сайын менсінбей кетеді. Дос деген осы Дәкеңдей бір қарапайым болса ғой, иә. Онда не істейміз онда? Не істейміз дегенде, бізге Адиктің қайықта екенін айтсаң болды. Ары қарай өзіміз қатырамыз. Жа, болмайды, менің досым ғой. Болмайды, қаяқтан не? Мен соны досым сатпаймын ғой. Болмайды. Боди. Онда бізге бірінші лақабат керек. Мен мысалға бүркіт болайын. Сен аққу. Сен жарғанат бола сал. Мен не үшін жарғанат болам? Болмай мен жарғанат. Неменеге жарғанат екен? Ой, жарайды, сен ақ аққу бола қойшы. Сен ақылың бар ғой, сен жарғанат боласың. Мен жарғанат болмайым, мен аққумын. Мен неге жарғанат болдым? Мен аққу болам, мен аққу. Жарайды, екеуің де аққу бола қойыңдар, сен мәселе ода емес. Бұл операция. Бізге операцияға ат қоюымыз керек. Так, бұл операцияның аты соңғы шанс болсын. О, соңғы шанс. Онда бар ғой, менше ең бірінші боп. Сен всегда екіншісің. Соны біліп ал. Ой, қойыңдаршы, бізде уақыт жоқ, сен бірінші, мен екінші дейтіне. Адикті табуымыз керек. Енді Адик не істеу мүмкін енді? Так, мен білетін Адик болса, ол қызды бірінші кафеге апарады. Сосын не істейді? Тағы не білесіз Адик туралы, а? Сендер біліп алайын деп отырсыңдар ғой, айтпаймын, болды, досым емес пе? Енді бәрін білсеңіз айтсаңызшы досыңыз туралы. Жоқ, оны айтатын уақыт жоқ, жүріңдер, кеттік кафеге кеттік. Тоқта, бірінші айтасың, сосын жүреміз. Енді оның не айтатын бар енді ол? Мысалға, Адик ол қызбен танысса бірінші кафеге барады. Одан кейін барып кинорумға апарады. Кинорумға? Не үшін? Енді бірден гостиницаға апаруға ыңғайсызданатын шығар. Одан кейін ол Адиктің өзінің қыздарды сындыратын өзінің тактикасы бар. Сендер бәрін біліп алайын деп отырсыңдар ғой, айтпаймын мен болды. Жүріңдер кафеге, Адик тауып алайық. Бүгін тағы да кинорумға барамыз ба? Жоқ, бүгін басқа жерге барамыз. Кинорум ыңғайсыз бұл. Қайда барамыз? Кәпірім. Ау, Дастан. Жайшама? Өткенде, иә, кафеде тамақ ішіп отырмын. Давай. Білдім, кафеде екен. Кетті ғой, иә? Тоқтаңдар. Сендер осы жерде отыратыңдар, мен кіріп біліп шығайын. Жоқ, бірге барамыз. Міне, көздерің жетті ма? Жоқ екен. Үйге қайтайықшы, іздемей-ақ қойықшы. Жоқ, звонда. Давайте ертең кеп, ертең аңдеймін. Ой, көп сөйлей бермей тез-тез звондаңызшы Адикке. Адик қалай шыдайды екеуіңе? Міне жет жарты сағат жүрсе, мен миым аталы болып кетті. Бұл шыдамай звондаш. Адикке бұрын қызығатын ем, қазір аяйын байқұсты ше.
Жоқ, мен түсінбеймін да, біздің Адикке не жетпейді? Бір емес, екі әйелі бар ғой. Негізінде оған біреу де жетеді. Так, қыздар, в общем, білдім. Жасмин деген гостиницада екен. Жасмин деген, мен білем. Өткенде өтіп бара жатып көріп қалғам. Кеттік, барақ сол жаққа. Не алып тұрмыз онда? Жүріңдер. Қайтайықшы, үйге қайтайықшы, қойыңдар. Ана жерде ұят болмасын. Кеп алып ертең мақсат болмай. Ой, болдаршы сіз. Точно осы гостиница ма? Білмеймін ғой, әсем айтты ғой, осы ма? Осы шығар енді. Қайта берейікші, Адиктен ұят болады. Ой, кішкентай бала ұқсама, айтыңызшы, қайсы номер? 31-ші нөмір. Кеттік онда. Қыздар, может ойланарсыңдар. Адиктен ұят қойып все-таки досым ғой. Досы екен енді есіне түсті ма? Аш есікті. Сен де сатқын досты, Құдай сақтасын. Тұр тез. Адик, қаш! Салмастыр ма? Сіздер кімсіздер? Сен ғой 31-де деген. Қайсы ал, Адик? Маған 31-ші номер деді ғой, Жасмин гостиницасы деп айтты ғой енді. Ё-майо, гостиница ше, Жасмин деген. Қалада екеу емес па? Бұл қаланың арғы басында ғой еще. Мынау ғой пысықсың, мен білем деп. Тып-тыныш тұра берсең, оны пысықсың Бүгін гостиницаны аралап жүрмекен, не қаладағы? Не ғой? Сыртқа шығып бұрсасыздар ма? Мына жақты бір-ақ сағатқа жалдап едім мен. Кешіңіз. Не ғой, брат? Не үшін жалдап едің? Мына Wi-Fi жақсы істейді екен да просто. Ұят болып қалды ғой, қателескенімізді, я. Қателескеніміз дұрыс болды қайта. Мен ана Адик досымның қасында ше, абыройлы болып қалатын болдым де. Сен екеуіңе вообще қапа болдым де. Сатқын деп, өз проблемаларын өздерің шешіп алыңдар. Мен кеттім. Адик звондап жатыр, не деймін? Ал, білдірме. Алло? Қайдасыңдар? Үйде ешкім жоқ қой? Біз сыртқа шығып кеткен едік, қазір барып қаламыз. Жақсы. Енді істейміз, а? Так, бітеміз. Оу! Қайда жүрсіңдер? Жай? Магазинге барып, аралап. Иә, үйде жатып, зергіп, сол сыртқа шығып қайтқанбыз ғой. Өзің істеп жүрсің? Жұмыстармен жүрген ғой. Чай ма, су ма бір бөле әкеліңдерші, басы ауырып кетті. Иә, жүрміз. Бірінші алға жүрсеңізші.
Не болып жатыр? Мен қаяқтамын? Не болып жатыр? Қылмыс пен жаза. Екінші рет қыздарға қарамайтындай қыламыз. Жіберіңдерші, босатыңдаршы. Әсем, жіберші, шешші қолымды. Ойбай. Айым, ақылым бар ғой, қачарып шашымды қайырсеші. Не үшін байлап қойдыңдар? Жіберіңдерші, қыздар. Не отсың? Ой. Тұтатсың. Өзім сізге. Ойбай, түсім екен ғой. Ай, көйлегі құрсын енді. Қас, мән, көйлегім де құрады, арам біріңмен тұр. Дастан? Өткендегі атамның көйлегі емес па? Қойш, сол көйлек па не? Я да, немене киіп алғансың ғой? Жаураған соң киіп алдық. Ой, 40 градус ыстықта сен жаурайды екенсің да? Шеш тез, неменеге бермегенсің оны әділетке? Шеш. Жалпы тоқал алу оңай емес. Тоқал емес, мына заманда бәйбішені де алу қиын. Екі әйел алу үшін еркектің тірейдісі мықты болу керек. Діні, денсаулығы, дүниесі. Соңғы шанс, алғашқы мүмкіндік. Назарларыңызға рахмет. Ертең адал жарсын, балеттерді